Армысыздар, әсемәлімге қош келдіңіздер. Біз қазір сіздермен бірге кек жасайтын боламыз. Видеоны бастамас бұрын лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар. Бізге кекстің рецептіне 2 жұмыртқа, және де разрыхлитель, және де қант, және де сүт, және де май, және де керек. Сіздер оны қолданбақ қоюларыңызға болады. Өйткені мен әдемілік үшін қолданып жатырмын. Сосын бізге 10 керек. Ал енді біз бастаймыз. Бірінші бізге мискамызға 2 жұмыртқаны жарып аламыз. Жұмыртқамызды жарып алдық. Енді бұл жұмыртқамызға шекер саламыз. Және де толықтай араластырамыз. Біз толықтай араластырып алдық. Енді бізге сүт қосу керек. Және де тағы араластырамыз. Біз араластырып алдық. Енді бізге май қосу керек. Тағы енді араластырамыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді бізге 10 қасық ұн салу керек. Толтырып аласыздар және 10 қасық санайсыздар. 2 ұнымызды салдық. Ұннан бұрын біз араластырмаймыз, және біз разрыхлитель қосып аламыз. Осы бізге жетеді. Енді біз араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бізге тесто шығады. Тестомызға біз краситель қосып аламыз. Осы 6 тамшы жетіп қалар. Осында қызыл күшті тесто шықты. Енді кекстің формаларына құйып аламыз. Формаларымызға құйып алдық. Енді біз 200 градуста духовкамызға 20-25 минутқа құйып аламыз. Мінекей бізде осындай кек шықты. Енді мұндай рецепт кекстің мінекей дәмді әдемі болып шықты. Сіздер жасап көріңіздер, өте дәмді, өте әдемі болып шығады.